Күріш суының пайдасы. Бұл ежелгі Қытай рецепті. Уақытпен тексерілген тән саулығын сақтау мәселесінде басты шара саналатын, әдеттегі медициналық әрекеттер пайдасын тигізбеген кезде жасалатын амал деседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындар да кездейсоқтық емес. Достар, сіздермен бірге 100 жаса каналы бүгін күріш суы және күріштің адам ағзасы үшін қаншалықты пайдалы екенін айтатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап және де өз достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сонымен қатар менің арнамда 92% адам тіркелусіз қарайды екен. Достар, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып тіркеліп кетсеңіздер. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттармен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады, асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Дегенмен, күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын-соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыз, онда осы видеоны мұқият тыңдаңыз. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері, күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді, артериялық қысымды ретке келтіреді, оба ауруының алдын алады. Мұнымен қатар оның косметикалық қасиеті де бар. Саңаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Ертеде қазіргідей арнайы дайын сусын мен тағамдар шықпаған кезде, ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған екен. Күріш суының арқасында дисбактериоз, гепатит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті. Күріш жартылай піскен шақта су түсі өзгереді. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде жақсы нәтижесін өзіңізде байқай бастайсыз. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны, теріні жасартатын дайын детокс десеңіз де болады. 3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушалар жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш мен айран ботқасын қалауыңызша жей беруге болады. Айтпақшы, күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды сауықтырады. Қазір сіздерге дайындау үшін домалақ пішінді нәтижесін берген, жасыңызға сай мөлшерлейсіз. Мәселен, жасыңыз 25-те болса, 25 ас қасық күрішті ыдысқа салыңыз. Салқын сумен жақсылап жуып алып, сосын күріш бататындай етіп қайнатылған салқын су құясыз. Ыдыстың бетін жауып тоңазытқышқа қойыңыз. Таңертең жедетілген күріштен 1 ас қасық алып, басқа ыдысқа салыңыз. Үстіне салқын су құйып, газда баяу отта 5 минут қайнатып аласыз. Піскен кезде жей беруге болады. Емді күнде таңғы 7:30-да жүргізу керек. Күрішті аш қарынға жейсіз. Сонан соң 3 сағатқа дейін ештеңе ішіп жеуге болмайды. Ал тоңазытқыштағы күріштің суын ауыстыруды ұмытпаңыз. Ескеріңіз, күріш ағзадағы тұзды ғана шығарып қоймайды, сонымен қатар калий элементін де жояды. Сондықтан да күрішпен емделіп бастаған кезде тамақтану мәзіріңізге інжір, мейіз, кептірілген өрік, картоп, қалақай мен бал қосылған шайды қосыңыз. Күрішпен емделудің нәтижесінде теріңіз тазарады, әрі түсі оңалады, зат алмасу реттеледі, бауырдың жұмысы жақсарады. Буын ауруларынан арыласыз, денеңіз жеңілдеп, күш-қуатыңыз артады. Күріштің пайдасы. Күріш адам ағзасын жақсы тазалайтын күшті қасиетке ие. Оның түрлі сұрыптарынан тағам дайындалады. Негізгі азықтық дақылдарының бірі саналатын күріш дәнінен спирт, крахмал алынады, сыра қайнатылады. Сабанынан қағаз жасалады. Кебегі мал азығы, одан жоғары сапалы май алуға да болады. Мамандардың айтуынша, күріш калориясы төмен азық. Азиялықтардың мүсіннің әсем, өздерінің ұзақ өмір сүретінің сырын зерттеушілер
ол күрішті көп тұтынатындықтан деп түсіндіреді. Күріштің құрамында көмірсулар 80, жасұнық 3%-ді құрайды. Сол себепті көкөністерден дайындалған тағамға күрішті де гарнир ретінде ұсынады. Күріштің құрамында глютена жоқ. Глютена дегеніміз ағзада қатты аллергиялық реакция тудыратын ақуыздар. Ал енді күріш құрамындағы ауыр көмірсулар тағаммен адам ағзасына еніп, оның бұлшық етіне жинақталады да күш-қуатты керегінше шығарып отырады. Күріштің құрамында магний, темір, В тобының дәрумендері бар. Ақуызға бай күріш ағзаны қажетті амин қышқылдармен қамтамасыз етеді. Күріш құрамындағы ауыр көмірсулардың көмегімен адам ағзасында күніне қант пен майлар құрамы өз мөлшерінде реттеліп отырады. Ағзаға өзге тағамдармен түскен зиянды заттарды да күріш өз бойына сіңіріп алып залалсыздандырады. Сол себепті күріш арқылы ем-дем ұстанғанда тұз бен қалдықтар, шлактар сыртқа шығады. Соның нәтижесінде жүйке жүйесі жақсы жұмыс атқарып, ұйқы дұрысталады. Бет терісінің түсі әдемленеді. Ауыздан жағымсыз иіс шықпайтын болады. Күріштің ең пайдалы қызметтерінің бірі бүркегіштік әрекеті. Дәнді дақыл ас қорыту жүйесі арқылы ішке енгенде, оның қабырғаларын, асқазанды жұмсақ түрде бүркеп өтеді. Әр күштен жасалынған тағам асқазан суының қышқылдығы жоғары, гастрит, жарасы бар науқастарға емдік әсерін тигізеді. Сонымен қатар күріш мынандай ауруларға ем бола алады. Қан қысымы. Құрамында натрий өте әлсін ғана кездесетіндіктен, жоғары қан қысымымен байланысты дерті барлар үшін ең жақсы азықтардың бірі. Қант диабеті. Амин қышқылдар қатарына жататын лейцин тұрғысынан қанық келетін күріш қандағы шекерді жүйелендіріп, күш береді және жаралардың жазылуына септігін тигізеді. Ас қорыту. Ас қорытылмауының алдын алатын күріш іш өтуіне қарсы әсерлі келеді. Қатерлі ісік. Күңгірт күріш қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал ететін ертілмейтін талшық тұрғысынан қанық келеді. Энергия көзі. Күріште көмірсу мөлшері мол болғандықтан денеге күш-қуат беріп, мидың қалыпты жұмыс істеуіне көмекші болады. Дәрумендер мен минералдар қоры. Күріште Д, В дәрумені, фолий қышқылы, кальций, феррум, магний секілді минералдарды қамтиды. Жасушалардың жаңалануын қамтамасыз етеді. Достар, бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сауда сәлемет болыңыздар, ауырмаңыздар.